Оқушылар, бүгін бізге ерекше қонақ стоматолог Тістібек ағай келіп отыр. Ол бізге тіс туралы қызықты мәліметтер айтады және тіс саулығын сақтаудың құпияларымен бөліседі. Сәлем балалар, сендерге сұрақ. Адамға тегін 2 рет берілетін қандай ағза? Ағай жүрекпен асқазан шығар. Ағай өкпемен бүйрек болар. Тіс болар. Жарайсын. Адамға 2 рет берілетін ағза ол тіс. Бірінші бізге сүт тіс шығады. Екінші тұрақты тіс. Үшіншісін алу үшін еңбек етуге тура келеді. Бүгін мен сендерге тіс жайлы ойламаған деректерді айтамын. Оқушылар, біздің тісіміз адам денесіндегі өздігінен қайта қалпына келмейтін жалғыз мүше. Егер сындырсақ, ол бұрынғыдай өспейді. Сондықтан тісті өмір бойы сақтау керек. Тіске пайдалы нәрсе. Жақсы шайналған тағам асқазанға жеңіл түседі. Дәрумендер жақсы сіңеді. Тіске зиян нәрсе. Көп тәтті жеу, газдалған сусын, темекі тістерді бұзады. Ағзаға да зиян. Тістібек ағай, тістердің барлығы бірдей ме? Тіс саусақ ізі сияқты. Адамдардың тістері дәл бірдей болмайды. Алдыңғы тістер нан, жеміс-жидекті кесетін қайшылар. Ал азулар етті, қатты тағамды майдалап шайнайтын диірмендер. Сойдақ тістер тағамды жыртатын пышақтар. Сілекей күніне 1,5 литрге дейін бөлінеді. Ол тістерді табиғи тазалаушы әрі бактериядан қорғаушы. Сүт тістері болашақ тұрақты тістердің күзетшісі. Егер оларды ерте жолдырсақ, тұрақты тіс қисық шығуы мүмкін. Тістібек ағай, тәттіні жеген соң ауызды шайса жеткілікті ме? Оқушылар, бұл жақсы әдет, бірақ тісті тазалау міндетті. Шайған кезде тағам қалдығы толығымен кетпейді. Тістібек ағай, тісті ағартатын пасталар зиян ба? Өте жиі қолданса, тіс эмалын жұқартып, сезімтал етеді. Сондықтан абай болған жөн. Оқушылар, 3 алтын ережені жаттап алыңдар. Бірінші, тісті күніне 2 рет, 2 минут тазалау қажет. Екінші, тісті жылына 2 рет дәрігерге тексерілу қажет. Үшінші, тәттіні шектеу, кальцийге бай тағам жеу қажет. Оқушылар, тіс күтімі, денсаулық кепілі екенін түсінген боларсыңдар. Тістібек ағай, біз тәттіні азайтып, таңертең кешке тіс тазалауды есімізге сақтап алдық. Рахмет, Тістібек ағай. Атыңыз затыңызға сай екен.